Алматы облысында субсидияларды жымқыру және жалған шот фактуралар жазып беру фактілері бойынша сот үкімі шығарылды. Тергеп-тексеруді қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті жүргізді. Іс материалдарына сәйкес Бақдәулет ИПК Амантау 23 агроөнеркәсіп кооперативтерінің басшысы 2 жыл бойы агроөнеркәсіпті кешенді қолдауға арналған мемлекеттік бағдарламалар аясында субсидияларды заңсыз алып отырған. Ауыл шаруашылығы басқармасына штикі сүт сатып алу, сондай-ақ сары май мен қатты ірімшік өндіру және өткізу туралы жалған мәліметтер ұсынылған. Жалған құжаттардың негізінде бюджеттен 251 миллион теңгенің астам субсидия заңсыз төленген, алайда кооперативтерде көрсетілген қызметті жүзеге асыру үшін қажетті өндірістік қуаттар, жабдықтар, жұмысшылар және өзге де ресурстар болмаған. Сонымен қатар тергеу барысында жалған мәмілелерді рәсімдеу және контрагенттердің салық жүктемесін жасанды түрде төмендету мақсатында пайдаланылған компьютер сервис жеке кәсіпкерлік арқылы жалған электрондық шот фактуралар жазып беру схемасы анықталды. Нәтижесінде бюджетке төленбеген салық сомасы 416 миллион теңгеден асты. Сот қылмыстық схемаға қатысқан 2 адамды 6 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына кесті. Сондай қылмыстық жолмен алынған қаражатқа сатып алынған BMW автокөлігі мемлекет кірісіне тәркіленді.